д элементтері туралы сөйлесіп көрейік. Деген адамдар ол бізде Менделеев кестесіндегі 3-ші топтан бастап 12-ші топқа дейінгі орналасқан элементтерін айтады. Нақтылап айтқан кезде бұл бізде барлық д элементтері деп айтады. Бірақ та расымен де осылай ма? Расымен де біздің ауыспалы металдар 3-ші топтан бастап 12-ге дейін немесе барлық д элементтері осы ауыспалы металдар қатарына кіріп кете ме? Халықаралық жүйе бойынша ауыспалы металдарға арналған анықтаманы қарайтын болсақ, ауыспалы металдар дегеніміз д деңгейшесі электрондарға толмаған атомдар, ал егер иондар туралы айтатын болсақ, онда иондардағы д деңгейшесі электрондарға толмаған иондарды айтамыз. Мысал ретінде бірнеше элементтің электрондық конфигурациясын жазып көрейік. Алдымен өзімізге жақсы таныс болып келетін темірді алайық. Темірдің электрондық конфигурациясын жазу үшін мен осыған жақын деп орналасқан асыл газдың электрондық конфигурациясын алам. Яғни біз артқа қарай қозғалатын болсақ, онда ол бізде аргонға сай келеді. Сонда темірдің электрондық конфигурациясы ол бізде квадрат жақшада. Аргон, яғни осы жерге дейінгі электрондық конфигурация деген сөз. Содан кейін бізде 4-ші энергетикалық деңгей басталады. Бұл жерде алғашқы екеу калий, кальций. Ол бізде 4-ші энергетикалық деңгейдің S2 болып салынады, яғни 4S2. Одан кейін бізде D блогы басталады, скандийдан бастап. Осының ішінде темір бізде 1, 2, 3, 4, 5 және 6-шы болып тұр. Естеріңізде бар болса, біз D блоктарын электрондық конфигурацияға кіргізген кезде бір деңгейге түсіреміз. Сонда темірдің электрондық конфигурациясы 4S2, 3D6 болады. Енді осы біздің анықтамамыз бойынша теміріміз ол ауыспалы металдардың қатарына жата ма, жоқ па? Анықтама бойынша біздің D деңгейшесі толық электрондарға толмауы қажет. Ол үшін біз сіздермен түсінуіміз қажет. Біз D деңгейшесіне қанша электрон сияды? D деңгейшесі ол бізде 3-ші топтан бастап 12-ші топқа дейін. Барлық бір периодқа сиятын D электрондардың санын санайтын болсақ, онда ол бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни бір энергетикалық деңгейге бізде 10 D электрондар сияды деген сөз. Ал темірдің электрондық конфигурациясында бізде D электрондар 6 болып тұр. Сонда темірде D деңгейшесі электрондарға толмаған деген сөз. Олай болса теміріміз ауыспалы металдар қатарына жатады дегенді білдіреді. Ал енді мысал ретінде біз сіздермен келесі элементімізді қарастырайық. Ол бізде мырыш болсын. Мырыштың электрондық конфигурациясын сызатын болсам, мырыштың алдында орналасқан асыл газ ол қайттан бізде аргонға сай келеді. Сонда квадрат жақшада аргон, яғни аргонның электрондық конфигурациясы деп түсінеміз. Аргоннан кейін бізде 4S2, 4-ші периодтағы 2S электроны. Және де 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3D10 деп жазамыз. Кейбір жерлерде бұл бізде 3D10, 4S2 деп жазылады. Жаңа ғана біз сіздермен келістік, D деңгейшесінде бізде 10 электрон орналасуы мүмкін, ең көп деген кезде. Және де мырыш атомында бізде D электрондары 10 болып тұр. Олай болса, мырыш ол бізде ауыспалы металдар қатарына жатпайды деген сөз. Ал енді біз сіздермен мырыштың ионын қарастырып көрейік. Егер де біз сіздермен мырыштың ионын жазатын болсақ, мырыштың ионы бізде плюс 2 зарядталған болып келеді. Оның электрондық конфигурациясы қайтадан аргон атомы, және де қалғаны жалғасу қажет болатын. Енді плюс 2 дегеніміз ол мырыш атомы 2 электроннан айырылған деген сөз. Ал ион пайда болар кезде атом ең сыртқы қабатындағы электрондарын береді. Ал мырыштың ең сыртқы қабаты ол бізде 4-ші энергетикалық деңгей болып саналады. Осы энергетикалық деңгейдегі 2S электронын беріп жіберген кезде, оның электрондық конфигурациясы жай ғана
д 10 күйінде жазылады. Сонда ион болу үшін 2 электронын бергеніне қарамастан, бұның д деңгейшесі 10 электронға толып тұр. Бұл бізде максимум. Олай болса, мырышта және де мырыш плюс 2 зарядталған катионы да ауыспалы металдар қатарына кірмейді.